Таң атады. Кукареку, кукарекук. Бұл соққан сияқты. Болды. Кірдім, сағат 7 болыпты. Бар тисе жуым келіп, күшті завтрак істеп қойын. Тыныш барайын. Қатты шаршап кетпей, бұл жинау керек. Жарайды. Бірінші душқа түспесеп. Болды. Свежий болдым. Тәйінен киіп Енді беталымы жуайын. Болды. Ал енді барып киім бастайын. Қаз көріп қойып жүрер. Бүгін новый киімдерімді киейін, я? Новымды киейін ба? Я, осы дұрыс сияқты. Так. Осы дұрыс. Шкафты жабайын. Барып кетейін. Завтрак істеп қояйын. Так. Қаны завтрак істесем болады. Мына уже түк қалмапты ғой. Ладно. Жұмыртқалармен бірдеңе істермін. Осы неге сковородка жоқ? Түсінбеймін да. Так. Бізді. Мен жұмыртқаны жақсы көрмеймін. Ата-енем жақсы көреді. Және күйеуім. Шақырайын. Сағат неше болды? Сағат қазір көрсейші енді. Так. Міне. Сағат 7:30 болыпты. Не істедің? Шай қойсайшы енді. Сосын барып потом оятасың. Енді шай қойып болғаннан кейін оятып тұрмай. Жақсы. Сөйтпақшы, орамал неғып сатып алмайсың кеше? Ой, қойшы маған. Ешкім айтқан жоқ орамал тақ деп. Тақсайшы, шашыңмен жүресің ба? Ладно, қойшы. Оята бер. Лас болып кетті, мен жинайын потом барып. Так. Отыра берейінші. Анашым, әкешім тұрыңыздар. Я, тұрамыз. Кел. Жүріңіздер, шайға дайындап қойыпты. Сағат неше болды? 7:30 болыпты. Үй шашылып кетті, бұл мен жинау керек. Жуыныласаңыздаршы? Я, жуыныламыз біз. Я, келе тұр. Телефон тастыш. Я. Болды, жұмып болдық. Жұмыртқа мен сүт қойдың ба? Я, продукта бітіп қалды. Не қалды? Сүтте бітіп қалды. Тек капуста, қарбыз, кетчуп қана қалды. Бір күн алып келеміз ғой жан өскеміз. Алып келеді олар. Уайымдама, ішіңдер. Так, тәтті ғой, сүтті жақсы көрем. Мен де қатты жақсы көрем сүт дегенді. Өз басым. Бұл қақтың сүті. Қолдың сүті бітіп қалды. Бітіп қалды ма? Алып келеріміз жеңдер. Жұмыртқа ордың ба сондықтан? Продукта келмесек болмайды. Сен жемейсің ба? Жоқ, мен жақсы көрмеймін. Жақсы көрмейсің ба? Газ сөндірсей. Жүріңдер онда үй жинайық. Біз далаға шығып келейік. Сен екеуің не істейсіңдер? Мен жылқыға барам. Жылқыға. Киімдерін салып берейін да? Салып берейін. Лас болып кетті. Ладно, нағой жылқы киімі, я? Мен очким киіп алмасам. Так, қойш бұл әдем киіміз. Қазір бір нәрсе салып берейінші. Инанда күшті бар кен. Осыны салып берейін. Бір киіме қойыш, осы киімін. Жақсы. Жандос, не киесің, балам? Қаз өзім салам. Жоқ, өзім салам, анамын ғой. Не салып берейін саған? Не, әйелімнен сұраңызшы Айдадан. Айда, бергеш. Анашым, бергеш. Анашым сала беріңізші, мен тазалап жатырмын. Не салып берейін бұған? Толстовкасы нешеу бар? Бір курткасы бар кен, ондай көккімбек, ондай кешексін алып берейін, толстовка бар кен. Ондай сар бірден кес. Сол сарсын сала беріңіз, елі жасылын. Жасын сала берейін, ыстықтататын жар, болды. Салып қойдым келін.
Келін? Иә. Телефонын қайда міне? Салып берін. Айтпақшым, не ақша салсайшы кешегі. Яру. Не үшін? Ой, бірдеңке аламыз ғой? Иә. Кім яру деген? Не үшін керек бұлар ақша бәрібір? Үйден келіп жоқ, тамақ ішесіңдер ғой. Жоқ, үйден тамақ ішпеуіміз мүмкін, кеш келеміз, бүгін жоқ, кеше бармағандықтан жылқыда жұмыстар көп болып қалды. Жақсы, онда мәңдер. Иә, екенсіздер. Кеттік онда біз. Кеттік. Келін әже тазалайсың ба? Иә, тазалайым. Ой, бүгін енді өзің көмектесейінші. Жарайды, анашым. Кел. Анашым, ау, маған Жандос айтты да, неғып орамал тақпайсың? Ол маңызды ма? Ол маңызды, негізі келін тағу керек. Бірақ өзім орамалды енді жақсы көре бермеймін. Өзім де тақпаймын ғой, қарасайшы. Иә. Сондықтан да таққызбаймын басқаларға. Өзім тақпасам, неге оларға таққызам? Біреулер әйтеуір қатал болады енелері. Кимесе жандарын шығарады ғой. Ей, құрсын, мен ондай емеспін. Иә. Кел, генерал бір тазалайық та. Иә. Онда мен мусорларды алып шығайын, сен шаңсорыпсың, сорып, пулдан жу. Аха, мен онда мусорларды тазалайын. Так, мына жерде мусорке. Мына журналды бұрындағы ғой, не істеп жатыр? Так, бір жақта да бір бутылка жатыр екен. Мына жерге қойып қойыңызшы барлығын. Бұлардың бөлмелерінде бар ма екен? Так, бұлардың бөлмелері таза сияқты ма? Гүлден яқта. Жоқ, яқта бар екен ғой. Міне. Болды ма? Бұлардың бөлмелерінде біреу екен мусор. Аха. Так, басқа бөлмелерде бар ма екен тағы? Басқа жоқ сияқты. Так, болды. Келін бергеш. Ау. Тазалап алып кетесің ғой. Иә, қазір жу плюстап алайын. Так, бірінші осияқтан бастайын. Болды ма, анашым? Иә, болсан болды, енді полды жу. Яқа, полды жуам. Так. Болды, анашым, тастадым. Енді тап-таза болды, жып-жылтыр болды үйге. Иә. Жақсы онда. Достар, осымен біздің сериямыз тамам. Осымен 5-ші серияды аяқтайын дедім. Көп сөз бар, бір серияны көре бергенше, әртүрлі серия көру мақсатында мен саламын. Және мен алдағы өмірдің неге басқа бөлімдерін салмай кеттім. Өйткені мен ең бірінші сериясы да әлі 801-ден просмотр бірінші бөлімінде. Оны тез 1000-ға жеткізейік. Содан кейін бар 3-ші сериясын шығарамын. Және арнама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.